Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6 сыныпқа арналған 63 беттегі тапсырмаларға жауап жазатын боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Жалпы бүгінгі сабақ бізде writing бөліміне байланысты болады. Бірінші тапсырма read the model text and answer the questions. Жоғарыда беріліп тұрған осы мәтінді толықтай оқып, астында беріліп тұрған 5 сұраққа жауап беру керексіздер. Міне оқушылар, бірінші тапсырманың сұрақтарына жауап. Бірінші сұрақтың жауабы Jackie writes an email because this person will come and stay with her next month. Екінші сұрақтың жауабы The letter is informal. Үшінші сұрақтың жауабы Paragraph number 3 is devoted to extracurricular activities. Төртінші сұрақтың жауабы Paragraph number 4 is about food. Бесінші сұрақтың жауабы She mentioned 5 school subjects: Maths, English, Science, Geography and French. Келесі тапсырма бізде екінші тапсырма Complete the key phrases for giving information, then look at the model text and check. Яғни сіз төменде беріліп тұрған фразаларды толықтырып жазу керексіз. Бос орындарды толықтырып жазу керексіздер. Және одан кейін мына мәтін арқылы сіздер осы фразалардың дұрыс немесе дұрыс емес екендігін тексересіздер. Міне оқушылар, бұл бізде екінші тапсырманың жауабы, яғни төменде беріліп тұрған ереже бойынша бос ұяшықтарға осы сөздерді жазып шығасыздар. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма language point giving examples. Бұл жерде сіздер we use like, for example and such as to give examples. Find examples of this in the text and complete the sentences with your own ideas. Яғни бұл жерде сіздер мысалдарды өздеріңіздің ойларыңызбен жалғастыру керексіздер. Мәтінді оқып, мәтінді қолдану арқылы өз ойларыңызбен жалғастырсаңыздар болады. Үшінші тапсырманың жауабы біріншісі She eats a lot of junk food, for example, crisps, fast foods and pizza. Екіншісі I prefer subjects like PE, Maths, English. Үшіншісі There are people here from different countries, such as Russian, Kazakh and Spanish. Төртіншісі I eat a lot of fruit and vegetables, for example, apple and cucumber. Бесіншісі Some people do indoor sports like volleyball and basketball. Алтыншысы In the canteen, you can buy healthy food, such as salad and porridge. Бұл бізде үшінші тапсырманың жауаптары. Келесі тапсырма бізде шығармашылық тапсырма Follow the steps in the writing guide. Яғни төменде беріліп тұрған гайдты қолдана отырып, сіздер өздеріңіз жазу керексіздер. Яғни мына мәтінге ұқсатып жазып шығу керексіздер. Астында критериялар берілген. Енді осы критериялар бойынша сіздерге негізгі планды құрып берейін. Ары қарай өздеріңіз жазсаңыздар болады. Міне оқушылар, төртінші тапсырманың жауабы біріншісі on 25 December, екіншісі at 40:10, үшіншісі about 6, төртіншісі 5 hours, бесіншісі we don't choose subjects, алтыншысы we do 5 subjects every day, жетіншісі porridge, salad, crackers and etc. Яғни бұл жерде мен мына B бөлімінде think and plan деген бөлімде сіздерге айтқан осы сұрақтар бойынша план құрыңыздар деген. Сол сұрақтар бойынша мен толықтай сіздерге план құрып бердім. Ары қарай өздеріңіз толықтырып ашып жазсаңыздар да болады, немесе осылай қалдырсаңыздар да дұрыс болады. Осымен бізде жалпы бүгінгі сабақта 63 беттегі тапсырмаларға жауап беру аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк батырмасын баса кетіңіздер. Егер 6 сыныпқа арналған жауап тапсырмалары сабақтары көп просмотр жинайтын болса, алдағы уақытта 6 сыныпқа арналған кітаптың жауаптарын жалғастырып салатын боламын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Ингл Тобарнасы.